Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Сіздерге бүгін үйге байлық пен береке әкелетін қош иістер туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші айтатын ол бергамот. Бергамот деген өсімдік өмірлік қуатын келтіреді және де адамға қуаныш сыйлайды. Келесі бұл орхидея, осы гүл қаржылық тұрақтылығын әкеледі. Қаржылығыңыздың көп болуына орхидея гүлі көптеген жақсы өзгерістер әкеле алады. Келесі айтатын гүл ол пачули. Пачули дегеніміз өркендеуді береді, байлыққа әкелетін өсімдік болып табылады. Бұл қарағай тұрақтылық пен өзгерушілікті, қаржылық жағдайыңыздың жоғарылаған баяндайтын өсімдік болып табылады. Келесі бұл балқарағай деген, ол ақша тартатын қасиеті бар. Келесі айтатын ол қабық деп аталады. Ол өркендеуге мүмкіндік береді, іс-әрекеттер табысқа жеткізеді, шығармашылық ынталандырады, ой қабілетіңізді күшейтеді. Келесі ол мускат, өркендеуге септігін тигізеді. Зімбір деген ол байлық әкеледі. Имбир байлық шақыратын қасиеті бар. Ең соңғысы ол апельсин, сәттілік пен бақытты тартатын қасиеті бар. Сондықтан апельсиннің қош иісі сізге үнемі сәттілік әкеліп тұратын болады. Келесі айтатын гүл ол қалампыр гүлі, бақта өсетін, өркендеу мен байлықты әкелетін қасиеті бар. Көрінісі де әдемі, иісі де өте әдемі жағым болып табылады. Келесі айтатын ең соңғы ол біз бәріміз білетін, көп адамға ұнай беретін ол жалбыз. Жалбыз дегеніміз ақша келетін қасиеті өте көп. Осы видео сізге пайдалы болды ма? Егер пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің